Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шайға небәрі 5-10 минутта осылай өте әдемі әрі дәмді болып пісіп шығатын тәтті дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Ендеше 3 жұмыртқаға жарты шай қасық ас содасын, үлкен 1 ас қасық қант қосамыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық ас содасының орнына 1 шай қасық қопсытқыш қоссаңыз болады. Енді аз-аздан ұн қосатын боламыз. Ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіз. Менде шамамен 270 грамдай ұн кетті. Әрине өзіңіздің қамырыңыздың ыңғайына қараңыз. Сізде мүмкін 300 грамм ұн кетуі мүмкін. Егер көп көлемде дайындайтын болсаңыз, қамырға сүт қосып жіберсеңіз де болады. Осылай соңында қолымызбен жақсылап 4-5 минут басып иілеп, иін қандырып 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей 5 минуттан кейін ашамыз да азғантай ұн сеуіп қамырымызды жазатын боламыз. Әрине өте жұқа етіп жазып жібермеңіздер, және тым қатты қалың да болып кетпесін. Шамамен осы көлемнен 2 тәрелке шығады. Менде егер одан да көбірек дайындайтын болсаңыздар, жаңа айтқандай қамырына сүт қосып жіберсеңіздер де болады, ештеңе етпейді. Енді қалыңдығын осылай дәл менікіндей қылып алсаңыздар болады. Пышақпен немесе арнайы кескішпен осылай видеодағыдай кесіп алсаңыздар, қазір піскен кезде дөңгелек әп-әдемі болып шыға келеді. 4 қамырдан біріктіріп осылай кессеңіз де болады. Әрине 2 қамырдан да кессеңіз болады, жабысып қалады деп қорықсаңыз. Бірақ ешқандай да қамырыңыз жабыспайды, осылай қолмен оңай ажыратылады. Және достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап дегендей. Енді қызып тұрған майда қызартып, аудара отырып, араластыра отырып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің шайға арналған тәттіміз де дайын болуға жақын қалды. Мінекей осылай араластыра отырып, қызартып пісіретін боламыз. Енді шұңғылдау ыдысқа салып, үстінен вареная сгущенка қосамыз. Менде қазір сәл ыстықтау болып тұр, жаңа ғана майдан шыққаннан кейін әдейі қосып жатырмын. Сгущенка сол шамалы жылумен еріп жақсы араласатын болады. Егер сіздің сгущенкаңыз өте қатты қою болса, азғантай 1 ас қасық сүт қосып жіберсеңіз де болады. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Болды. Осымен біздің шайға арналған тәттіміз дайын болды. Максимум дегенде 10 минут қана уақытым кеткен шығар, бірақ өте тәтті болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осылай тәлеркеге салып қойсаңыздар болады.